Алаяқтық қылмыс түрлері оның ішінде басым бөлігі ақшаны және де мүлікті қайтарымсыз мақсатында қарызға алу және де жұмысқа тұрғызу уәдесімен банк жүйелерінде, оның ішінде жылжитын жылжымайтын мүліктерді сату, сонымен қатар жалған құжаттар жасау арқылы сауда орындарында жүзеге асырылуда және де мемлекеттік қызмет көрсету орталықтарында орын алуда. Бұл қылмыстың алдын алу бойынша атқарылып отырған кешенді жұмыстар нәтиже бергенімен, бұл уақытта алаяқтық қылмыстардың өсуіне тежеу бола алмай отыр. Алаяқтық қылмыстарына сақтық шаралары банкомат карточкасының соңғы артқы бетінде орналасқан 3 санды ешкімге айтпау керек, және де құпия сөзді ешкімге айтпау керек. Сонымен қатар өзіне таныс емес тұлғаларға, яғни мемлекеттік бағдарламаларды тек мемлекеттік қызмет көрсету орталықтарында қызмет атқаратын тұлғаларға ғана мәлімет ұсыну қажет. Басқа егерде ол қызмет саласында жұмыс істемейтін болса, оларға ақша бермеу қажет. Егерде осындай жағдайларға тап болған жағдайда, міндетті түрде полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгіну керек.